Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Қарастырылатын дәріс тақырыбы тергеулік қарап тексеру және куәландыру тактикасына арналған. Дәріс оқушы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы криминалистика кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры Біржанов Бейбіт Қайратұлы. Дәріс барысында 4 сұрақ қарастырылады. Сұрақтардың біріншісі тергеулік қарап тексерудің түсінігі, мәні және мақсаттарына арналған. Екінші сұрақ оқиға орнын қарап тексерудің ерекшеліктеріне. Үшінші сұрақ мәйітті қарап тексеру ерекшеліктеріне. Ал дәрісіміздің төртінші сұрағы куәландыру түсінігі және мәнін қарастыруға арналған. Дәрісімізде көзделген жоспар бойынша бірінші сұрағын, яғни тергеулік қарап тексерудің түсінігі, мәні және мақсаттары атты сұрағын қарастыруға кірісейік. Қылмыстық құқық бұзушылықтың іздерін және өзге де материалдық объектілерді табу және анықтау, оқиғаның жағдайын анықтау және іс үшін маңызы бар мән-жайларды айқындау мақсатында сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адам жергілікті жерді, үй-жайларды, нәрселерді, құжаттарды, тірі адамдарды, мәйіттерді және жануарларды қарап тексеруді жүргізеді. Қарап тексеру ол қылмыстық іс бойынша тергеп тексеру жүргізуде маңызы бар объектілерді сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын тұлғамен тікелей көру, бекіту және зерттеумен айқындалатын процессуалдық іс-әрекет. Қарап тексеру объектілері ретінде оқиға орны және оқиға орнына жатпайтын аула мен ғимараттар, сондай-ақ бөлек заттар мен құжаттар, адамдар, мәйіттер және жануарлар болып табылады. Қарап тексерудің маңызы өте зор. Оның себебі осы тергеу әрекетін жүргізу барысында қылмыстың жасалу жағдайын сипаттайтын көптеген қажетті іздердің бөлігі табылады және зерттеледі. Қарап тексерудің мәні тергеуші өзінің сезімдік қасиеттерінің көмегімен дәлелдемелік маңызы бар деректердің бар болуына және сипатына көз жеткізуде. Осыған байланысты қарап тексеру барысында криминалистиканың арнайы әдістері, оның ішінде іздер мен басқа да заттық дәлелдемелермен жұмыс жасаудағы техникалық криминалистикалық әдістер кеңінен қолданылады. Қарап тексеру барысында қылмыс және қылмыскердің тергеп тексеруге қажет іздері мен басқа да заттай дәлелдемелердің елеулі бөлігі табылады және зерттелінеді. Қарап тексеру нәтижелері, әсіресе оқиға орнын қарап тексеру, тергеп тексерудің бағытын, қылмыс механизмін және қылмыскердің жеке басын анықтауда зор үлесін тигізеді. Тергеулік қарап тексеру мақсаттарына келетін болсақ, оларға тергеп тексерудегі оқиға жағдайларын айқындауды жатқызамыз. Қылмыс іздерін және басқа да заттық дәлелдемелерді табу, бекіту, алу және оларға баға беру. Болжамдар құру мақсатында түпнұсқалы ақпарат алу. Бой тасалаған қылмыскерге іздеу салуды ұйымдастыру үшін мәліметтер табу. Қылмысты жасауға итермелеген жағдайлар туралы мәліметтер алуды жатқызамыз. Тергеулік қарап тексеру кезінде криминалистиканың бақылау, өлшеу, суреттеу, эксперимент, модельдеу тәрізді жалпы ғылыми әдістері кеңінен қолданылады. Қарап тексеру тінтуден алдымен жүргізу мақсаттарымен ажыратылады. Қарап тексерудің мақсаттары тінту мақсаттарынан кеңірек. Ақырғысында тек іс үшін маңызы бар заттар табылып анықталады. Сонымен қатар тінту барысында зерттеуге тек нақтылы адамдар иелігінде бар объектілер ғана ұшырайды. Құқықтық жағынан осы екі әрекет олардың жүргізудің процессуалдық тәртібімен ажыратылады. Тінтудің мәжбүрлік сипаты болғандықтан арнайы процессуалдық кепілдіктермен байланысты. Ал қарап тексеру бұзылған құқықты шектеуге емес, керісінше оны қайта қалпына келтіруге бағытталған. Тергеу экспериментінен қарап тексерудің айырмашылығы, қарап тексеру кезінде оқиғаның өзі емес, оның іздері, кескіні қабылданады. Ал экспериментте оқиға да және оның нәтижесі де қарастырылады.
Қарап тексеру кезінде тергеуші тек материалдық іздермен, объектілермен ғана жұмыс жасаса, экспериментпен материалдық іздер қалдырмайтын құбылыстар мен жағдайлар анықталуы мүмкін. Тергеулік қарап тексеру қағидаларына келетін болсақ, оларға заңдылық, дер кезінделік, шынайылық, толықтық және жан-жақтылық, мақсаттылық, ғылыми техникалық құралдар мен маман көмегін пайдалану, табылған және қарап тексерудегі объектілермен жұмыс жасауда криминалистикалық ережелерді сақтау, қарап тексеруді басқару тергеушінің жеке басына жүктелуін жатқызамыз. Заңдылық қағидасына сәйкес, қарап тексеру кезінде тергеуші заң талабын қатаң сақтауы қажет. Қарап тексеруге қатысушылардың денсаулығы мен ар-ожданына зиян келтірілетін іс-қимылдар орын алмауы тиіс. Тергеуші қарап тексеру нәтижелерін жария етпейтін шараларды іске асыруы қажет. Қарап тексерудің барысы мен нәтижелерін заңға сәйкес бекітілуін жатқызамыз. Дер кезінделік қағидасына сәйкес, қарап тексерудің дер кезінде өткізілуі, яғни қажеттілік пайда болысымен бірден осы тергеу әрекетінің іске асырылуын айтамыз. Мұндай тактикалық талап объектілердің мейлінше сақталуына және қарап тексеру нәтижелері мен тиімділігін арттыруға бағытталған. Оқиға орнын қарап тексеруді кейінгі қалдырмайтын жағдайларда заң қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталғанға дейін жүргізілетін тергеу әрекеті ретінде қарастырады. Қарап тексерудің шынайылығы алдымен табылғандардың барлығын сол бетінде зерттеп бекітуде жатыр. Шынайылық пен қарап тексеру толықтылығы тығыз байланысты. Яғни іс үшін дәлелдемелік маңызы бар барлық деректерді айқындау, бекіту және зерттеу. Аталмыш талапты іске асыру үшін қарап тексеру барысында дәлелдемелерді жинап зерттеуде ғылыми техникалық әдіс-тәсілдерді шеберлікпен қолдану қажет. Қарап тексеру кезіндегі толымдылық пен жан-жақтылық кепілі ретінде тергеушінің байқағыштығы мен шыдамдылығы жүреді. Әдістемелігі мен мақсаттылығы қарап тексеруді дұрыс жоспарлап ұйымдастырумен көзге түседі. Әдістемелік нақты жағдайға сәйкес қарап тексерудің ең тиімді тәсілдерін қолдану, ал мақсаттылық іс-қимылдарын нақты тәртібі. Тергеулік қарап тексеру түрлері объектілер арқылы, жүргізу реті және көлеміне қарай жіктеледі. Объектілер арқылы тергеулік қарап тексеру төмендегілерге бөлінеді. Оқиға орнын қарап тексеру, мәйіттің сырт пішінін оқиға орнында табылғанда қарап тексеру, құжаттарды қарап тексеру, заттарды қарап тексеру, жануарларды және олардың өліктерін қарап тексеру, оқиға орнына жатпайтын аула мен бөлмелерді қарап тексеру, көлік құралдарын қарап тексеру, куәландыру. Жүргізу реті бойынша алғашқы және қайталама қарап тексеру болып бөлінеді. Қайталама қарап тексеру, яғни бұрын тергеулік қарап тексеруде болған әрбір объектінің келесі қаралуы. Бұл жерде объект үстіндегі табылған іздердің барлығымен толық зерттелінеді. Көлемі бойынша қарап тексеру негізгі және қосымша қарап тексеру болып бөлінеді. Қосымша қарап тексеру бұрын толық қаралған объектінің бөлек элементтерін қарап тексеру. Қарап тексеру барысында маман іздердің қылмыс оқиғасына қатыстылығы және оларды алудың дұрыстығы туралы мәселені шешу мақсатында оқиға орнында өзінің біліктілігін ескере отырып, іздердің алдын ала зерттеуін жүргізеді. Алдын ала зерттеу нәтижелері оқиға орнын қарап тексеруді жүзеге асыратын адамға және құқық қорғау органының жедел қызметкеріне мәлімет үшін жеткізіледі. Алдын ала зерттеу жылдам сипаттағы және тергеп тексерілетін қылмыстың субъектілері, мән-жайлары, оны жасау үшін қолданылған құралдары мен әдістері туралы бағдарлаушы ақпарат алуға бағытталған зерттеу ретінде анықталады. Оқиға орнындағы алдын ала зерттеу 4 сатыдан тұрады. Яғни дайындық, талдау, салыстырмалық, синтездеуші, яғни баға беруші сатылардан құрылған. Дайындық сатысында
Қарап тексеру барысында маман зерттелетін объектілердің тізбесін, олардың жай-күйін, өзара орналасуын, оқиға жағдайындағы заттармен кеңістіктік байланысын анықтайды. Қылмысты ашу мен тергеп-тексеруге ықпал ететін немесе оған алғышарт құрайтын жылдам шешілуі тиіс сұрақтар тобын бағдарлап құрайды. Ұсынылған болжамдар ескеріле отырып, табылған іздерді зерттеу реті, оның көлемі мен сипаты белгіленеді. Қажетті әдістер, тәсілдер мен құралдар анықталады. Екінші сатыда зерттеу объектілерінің табылған белгілері мен қасиеттері, өлшемдік сипаттары мен ерекшеліктері талданады. Іздердің пайда болу механизмі айқындалады. Бұл ретте сол бір із түзетін объектінің барлық табылған іздері талданады. Олар зерттеудің бірыңғай объектісі ретінде қарастырылады. Қажет болған жағдайда, қарап тексеруге қатысушылардың барлығына дерлік мәлім емес мәліметтерді алу үшін жекелеген іздерге қосымша қарап тексеру жүргізіледі. Осы объектіге тән белгілерді анықтаған соң, олардың тұрақтылығын, жиі кездесуін және жеткілікті болуын тексеру қажет. Бұл зерттеу сатысында маман тиісті әдістер мен техникалық құралдарды қолданады. Салыстырмалық сатыда диагностикалық міндеттерді шешкен кезде бейнелермен және салыстырмалы материалдармен бірге зерттелетін объектінің белгілеріне салыстырмалы зерттеу жүргізіледі. Зерттелетін объектінің бұрын бөліп көрсетілген диагностикалық белгілері мен қасиеттері бойынша жіктеу міндеттерін қалыптастырған кезде, объектілердің санаттарын, түрлерін, тектерін дәл осындай белгілері бар объектілердің маңызды қасиеттерімен сәйкес келуін тексеру үшін іздеу жүзеге асырылады. Салыстырмалы материал ретінде объектілер туралы әртүрлі анықтамалық мәліметтер алынуы мүмкін. Алайда көбінесе практикада маманның арнаулы білімінің ақпараттық өрісі жеткілікті болады. Зерттелетін материалдық іздерді бір адам, зат қалдырғанын, немесе оларды нақты объект қалдырғанын анықтау үшін олардың анықталған белгілері, ерекшеліктері және қасиеттері өзара салыстырылады. Қорытынды сатыда оқиғаның нақты мән-жайлары туралы мәліметтерді логикалық талдау және жинақтау, құрылған және нақтыланған болжамның нақты деректермен салыстыру жүргізіледі. Зерттеу барысында анықталған барлық сәйкес келген және айырма белгілері бағаланады. Объектілердің жай-күйі мен қасиеттерін, әрекеттердің нәтижелерін және құбылыстардың, оқиғалар мен фактілердің ара қатынасын анықтау үшін маманның пікірі анықталған белгілер жиынтығының сапасы мен санын жинақтауға байланысты нақты және болжамды сипатта болуы мүмкін. Оқиға орнында алдын ала зерттеу жүргізу кезінде зерттелетін объектінің бұзылуына немесе қирауына, олардың белгілері мен қасиеттерін жоғалтуына әкеп соқпайтын әдістерді қолдануға болады. Оларға бақылау, өлшеу, есептеу, суреттеу, салыстыру, эксперимент, модельдеу және тағы басқалары жатқызылады. Аталған әдістерді қарастырған жөн деп есептейміз. Олардың біріншісі бақылау. Бұл зерттеу объектісін көзбен қарап және әдетте маманның жүйеленген чемоданында болатын қарапайым оптикалық құралдар арқылы әртүрлі еселеп үлкейтетін лупалар, жарық түсіргіші бар лупалар және тағы басқалар сияқты жүзеге асырылатын зерттеу объектісін тікелей қабылдау жатады. Өлшеу әдісі объект параметрлерінің қабылданған өлшем бірліктері аясында сандық шамасын табу үшін өлшеу аспаптарын қолдану бойынша әрекеттердің жиынтығы болып табылады. Өлшеу принциптері өлшеу негізделген физикалық құбылыстар жиынтығын айтады. Мысалы, температураны платиналық термометрмен өлшеу принципі платина қарсылығының температураға тәуелділігі арқылы жүзеге асырылады. Ал термоэлектрлік термометрмен өлшеу принципі электр қозғаушы күштің температураның әртүрлілігіне тәуелділігі арқылы өлшеуге болады. Барлық өлшеу әдістері жалпы ерекше белгілер бойынша жүйелеуге және жалпылауға жатады. Өлшеу әдістерінің метрологиялық жіктеуі ең кең таралған болып табылады. Оған сәйкес, олар тікелей бағалау әдісіне және шамамен салыстыру әдісіне бөлінеді. Тікелей бағалау әдісі бұл шама мәні
Тікелей әрекеттегі өлшеу құралының есептеуші құрылғысы бойынша анықталатын өлшеу әдісі. Тікелей әрекеттегі құралда өлшеу ақпаратының белгісін бір бағытта кері байланысты қолданусыз өзгерту көзделген. Мысалы, температураны сынапта термометрмен өлшеу, уақытты сағатпен анықтау, ұзындықты сызғышпен өлшеу және сол сияқтылар. Тікелей бағалау әдісімен өлшеу үшін алуан түрлі құралдар қолданылады. Манометрлер, амперметрлер, шығын өлшегіштер, барометрлер. Бұл әдістің құндылығы өлшеу нәтижесін жылдам алу және өлшенетін шаманың өзгерістерін тікелей бақылау мүмкіндігінің бар болуында. Шамамен салыстыру әдісі. Бұл өлшенетін шаманы шама көрсеткен өлшеммен салыстыратын әдіс. Бұл ретте салыстыру құралы өлшенетін шаманы белгілі шамамен тікелей салыстыру үшін арналған өлшеуіш құрал қолданылады. Шамамен салыстыру әдісінің бірнеше түрлері бар. Оларды жеке өлшеу әдістері ретінде қарастырады. Шамамен салыстыру әдісі тікелей бағалау әдісіне қарағанда дәлірек болады. Шамамен салыстыру әдісінің дәлдік мүмкіндіктері негізінен қолданылатын шамаларды дайындау олқылықтарымен анықталады. Өлшеу нәтижелерін алу үшін әдістер белгілі бір өлшеу құралдарымен қолданылады. Өлшеу құралдары өлшеу ақпаратын алуға арналған және нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар. Суреттеу әдіс ретінде белгілі шамада әмбебап сипатқа ие. Себебі басқа әдістерді қолдану нәтижелерін бекіту үшін, сондай-ақ өздігінен сипаттау объектілерінің қасиеттері мен белгілерін даралау қажет болғанда қолданылады. Салыстыру әдісі суреттеуден кейін объектілерді жіктеу үшін өлшеген соң, оларды сол немесе өзге де ұпқа жатқызғаннан кейін қолданылады. Ең алдымен жалпы түрлік белгілер салыстырылады. Алайда, идентификация сұрақтарын шешу де мүмкін. Объектіні даралайтын ерекшеліктер және оның бейнесі немесе бұрын бір тұтас затты құраған объектінің бөліктері салыстырылады. Идентификация сұрақтарын шешу объектілерді шұғыл зерттеудің техникалық криминалистикалық әдістері мен құралдарын қолдануды талап етеді. Салыстыру көбінесе объектілердің белгілерін, бұзу құралы, көлік құралдары, аяқ киім іздермен, немесе іздерді оларды қалдырған объектілердің өзімен салыстырған кезде қолданылады. Эксперимент танудың жеке әдісі ретінде заттай дәлелдемелердің құрылымы мен құрамын анықтау тәсілдерінің бірі болып табылады. Оқиға орнын қарап тексеру жүзеге асырған кезде эксперимент екі құбылыстың себеп-салдар байланысы туралы болжам құрады. Содан кейін олардың бірі жалған шығарылып, алынған нәтиже бақыланады. Егер осы себептің әрекеті болжам келтірген салдарды туындатса, танылатын құбылыстың табиғаты дұрыс анықталмаған болады. Бұл әдіс алдын ала зерттеу жүргізу жағдайында шектеулі түрде қолданылады. Оқиға орнында алдын ала зерттеу барысында зерттелетін объектілердің сипаттамаларын анықтау үшін модельдеу әдісі қолданылады. Бұл әдіс оның жеке жағдайын қайта құрастыруды қолдану арқылы пайдаланылады. Тергеу әрекетін жүргізген кезде табылған бөліктерін, компоненттерін қолданумен объектінің бастапқы түрін қалпына келтіру жүзеге асырылады. Жоғарыда аталған әдістермен қатар алдын ала зерттеу жүргізген кезде кейбір физикалық, химиялық және физикалық-химиялық әдістер қолданылады. Физикалық әдістерден зерттеу объектісінің білінуімен байланысты емес әдістер қолданылады. Микроскопия, қиғаш түскен жарықта, инфрақызыл, ультракүлгін сәулелерді зерттеу. Егер объектілерге зиян келтірмей, оның белгілі бір бөлігін қолдану мүмкін болса, онда химиялық және физикалық-химиялық әдістер қолданылады. Мұндай объектілерге тұрақты кеңістікте бекітілген физикалық пішіні және тұрақты шектері жоқ әртүрлі көлемдегі сусымалы, тұтқыр, сұйық, газ тәрізді заттар түріндегі заттай іздер жатады. Әдістерде қолданылатын құралдар да бір қатар талаптарға жауап беру керек. Атап айтқанда ғылымилық, қауіпсіздік, этикалық және алынған нәтижелердің дәйектілігі. Басқаша айтқанда, әдістер мен құралдар оларды зерттеу үшін қолданылатын әдістердің мәнін және объектілердің қасиеттерінің табиғатын зерттейтін негізгі ғылымдардың деректеріне сүйенуі тиіс. Сынамадан өту керек, яғни практикада сынақтан өту керек. Олардың сенімділігі мен алынатын нәтиженің дәйектілігі көрсетілуі қажет.
Дәрісіміздің екінші сұрағы оқиға орнын қарап тексерудің ерекшеліктеріне арналған. Оқиға орнын қарап тексеру тергеп тексерудегі оқиға жағдайларын анықтауға маңызы бар қылмыс іздері мен басқа да мәліметтерді, сондай-ақ оқиға орнының жағдайын мақсатты түрде тез арада қарастырып, зерттеп және бекітіп алуға бағытталған кідіртпейтін тергеулік әрекет болып табылады. Оқиға орны және қылмыс орны деген екі түсінікті ажырата білу керек. Оқиға орны деп жасалған қылмыстың іздері табылған аула немесе бөлме аумағын айтады. Мұнда ескеретін бір жай, қылмыс іздерін табылған жерде де және басқа жерде де жасалуы мүмкін. Қылмыс орны деп тікелей қылмыс жасалған немесе қылмыстық нәтиже пайда болған жерді айтады. Қылмыс іздері бұл жерден басқа жерде де табылуы мүмкін. Оқиға орны қылмыс орнымен сәйкес келуі мүмкін және сәйкес келмеуі де мүмкін. Мысалы, кісіні пәтерде өлтіріп, оны бөлшектеп сойғаннан кейін, мәйіт бөлшектері орман, көл және басқа да жерлерге тығылады. Әрбір мәйіт бөлшегі табылған орын оқиға орны ретінде қарастырылады. Қарап тексеру бұған қажеттілік туындаған кезде әдетте кейінге қалдырылмай жүргізіледі. Сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адам жасалған қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз немесе хабар ала отырып, оқиға орнына дереу келуге және қарап тексеру жүргізуге міндетті. Сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адамның уақытылы келуі мүмкін болмаған жағдайда, қарап тексеруді арыз немесе хабар келіп түскен анықтау органының анықтаушысы немесе өзге де қызметкері жүргізуге міндетті. Анықтау органдарының қызметкерлері қарап тексеруді жүргізу кезінде жәрдем көрсетуге және сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адамның тапсырмасы бойынша оқиға орнын күзету, көзбен көргендерді анықтау және қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды табу және ұстап алу, зардап шеккендерді көшіру, қаза болғандарды тасымалдау, жалғасып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтың жолын кесу және қайталануының алдын алу және оқиғаның өзге салдарынан жою жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуге міндетті. Қарап тексеру, оның барысы мен нәтижелерін тіркейтін ғылыми-техникалық құралдарды қолданыла отырып, ал қарап тексеру объектісі ретінде тұрғын үй-жай болған жағдайда куәгерлердің қатысуымен жүзеге асырылады. Қажет болған кезде қарап тексеру күдіктінің, жәбірленушінің, куәнің, сондай-ақ маманның қатысуымен жүргізіледі. Оқиға орнын қарап тексеру барысында аула бедері, оқиға орнының табиғи және жасанды шекарасы, үй-жайдың жанындағы қосымша құрылыстардың, оларға баратын және келетін жолдарының орналасуы және сипаты, сол жердегі заттардың кеңістікте орналасуы, олардың бір-біріне қатысты жағдайы және ара қашықтығы, заттардың мақсаттылық тұрғыдан орналасуы, қылмыс және қылмыскердің іздері, негативті жағдайлар міндетті түрде зерттеліп бекітілуі тиіс. Табылған іздерді және өзге де материалдық объектілерді қарап тексеру тергеу әрекеті жүргізілетін жерде жүзеге асырылады. Егер қарап тексеруге ұзақ уақыт талап етілсе, немесе қылмыс анықталған жерде қарап тексеру елеулі түрде қиын болса, объектілер ол жерден алынып, қапталып, мөрленіп және бүлдірілмей, қарап тексеруге ыңғайлы басқа жерге жеткізілуі тиіс. Қарап тексеру кезінде табылғанның және алып қойылғанның барлығы куәгерлерге, қарап тексерудің басқа да қатысушыларына көрсетілуі тиіс. Бұл туралы хаттамада белгі жасалынады. Негативтік деп қарап тексеру барысында пайда болған фактілерге криминалистикалық болжамдарға қарама-қайшы кереғарлық жағдайларды айтады. Негативтік жағдайлардың екі тобын ажыратуға болады. Яғни біріншісіне нақты жағдайда қажетті іздер мен заттардың болмауы, мысалы, пышақ салынған мәйіт маңайында қан іздерінің болмауы. Ал екіншісіне нақты жағдайларда бөгде заттардың оқиға орнында табылуы, бұл жағдай үшін әдеттен тыс болуы. Негативтік жағдайларды оқиға орнынан табудың мағынасы өте зор.
Оның себебі мұндай жағдайларды талдау нәтижесінде қылмыстық жасаған суды, яғни инсценировка, орысша айтқанда, яғни тергеп тексерудің нақтылы бір нәтижесін қалайтын тұлғаның шын мәнінде болған оқиғаға сәйкес келмейтін жағдайды қолдан жасауды әшкерлеуге мүмкіндік туындайды. Жасаған су төменде көрсетілген мақсаттарға сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін. Біріншісі бұл шын оқиға белгілерін жасыру үшін нақтылы жерде басқа қылмыстың жасалғандығына сілтейтін жағдайды туғызу. Мысалы, ұрлықты жасыру мақсатында шабуыл жасап, тонау жағдайын туғызу. Екіншісі, жасалған қылмысты жасыру үшін қылмыстылық сипаты жоқ оқиғаны көрсету. Мысалы, кісі өлтіруді жасыру мақсатында өзін өзі өлтіру немесе абайсыздықтан өлуді жасаған су. Үшіншісі, жатқылық, қамсыздық, салықтық және тағы басқа да әрекеттерді жасыру мақсатында қылмыстың жасалуын көрсету. Мысалы, құжаттардың жоғалуын жасыру үшін олардың ұрлануын жасаған су. Төртіншісі, қылмыс құрамының бөлек элементтері туралы тергеушіні бояма өтірік жолға түсіру. Мысалы, қылмысты басқа адаммен, басқа жерде және басқа мақсатта жасағандығын көрсету. Оқиға орнын қарап тексеру, дайындық, жұмыстық, қорытынды деген 3 кезеңнен құрылған. Оқиға орнын қарап тексерудің дайындық кезеңі 2 сатыдан, яғни оқиға орнына шығардың алдында және оқиға орнына келісімен деген 2 сатыдан құрылған. Ал енді дайындық кезеңін қарастыра келейік. Оқиға орнына шығардың алдында белгілі бір дайындық әрекеттері қамтылуы тиіс. Оларға қылмыстан келетін зардаптың алдын алу немесе жеңілдету мақсатында қажетті шаралармен қамтамасыз ету. Оқиға орнын күзету шараларын қамтамасыз ету. Оқиға туралы ақпарат білетін тұлғалардың келуін қамтамасыз ету. Тергеулік жедел топ мүшелерінің құрамын анықтау. Сондай-ақ маман мен куәгерлердің шақыру жайлы сұрақтарды шешу. Қажетті ғылыми техникалық құралдардың дайындығын тексеру. Қарап тексеруді жүзеге асыратын тұлғаның оқиға орнына келісімен жәбірленушілерге қажетті медициналық көмек көрсету шараларын іске асыруы қажет. Оқиға орнын бөтен адамдардан босатуы. Оқиға орнында қандай өзгерістер болды, оны кім және не үшін жасағандығы туралы мәлімет алу мақсатында куәлардан сұрау жүргізуі қажет. Қарап тексеруге қатысушылар шеңберін, олардың міндеттерін, беретін нұсқаулар туралы сұрақты біржолата шешу қажет. Қылмыскерді ұстауға қатысты, қарап тексеру жағдайын жақсарту және тағы басқа да кідіртпейтін әрекеттерді іске асыруы қажет. Қарап тексерудің екінші кезеңі, жұмыстық кезеңі, жалпы және егжей-тегжейлі қарап тексеру сатыларынан тұрады. Жұмыстық кезеңнің жалпы қарап тексеру сатысында хабардар болу мақсатында оқиға орнының жалпы жағдайымен танысу. Оқиға орнының зерттеу бағдарламасын анықтау, яғни қарап тексеруді жүргізу тәсілін, ретін, шеңберін және тағы басқаларын айқындау қажет. Оқиға орнының қажетті тәсілдерді қолдану арқылы суретке түсіру әрекеттерін жүзеге асырылуы қажет. Қарап тексерудің жұмыстық кезеңінің егжей-тегжейлі сатысында алдымен объектілер сол тұрған қалпында, содан соң қозғауға келетін әрбір объект қаралады. Қылмыс іздерін табу шаралары іске асырылады. Қылмыс іздері алынады. Негативтік жағдайлар бекітіледі. Тетіктік және детальды тәсілдерін қолдану арқылы суретке түсіріледі. Тергеп тексеру тәжірибесінде оқиға орнын қарап тексерудің 4 негізгі тәсілі қарастырылған. Оның біріншісі шоғырлама, концентрлік тәсіл. Яғни шиыршық бойынша оқиға орнының шетінен ортасына қарай. Мысалға, мәйітке, сейфке немесе бір шартты нүктеге қарай жүргізіледі. Екіншісі эксцентрлік тәсіл. Яғни қарапайым тілде айтқанда шиыршықты тарқату тәсілі. Яғни оқиға орнының шартты түрдегі ортасынан шеткері қарай жүзеге асыру. Үшіншісі жаппай қарап тексеру, яғни фронтальдық тәсілі. Аумақта бастапқы деп алынған бір шекарадан келесі шекараға бір сызық бойымен қарап тексеру. Төртіншісі тетіктік тәсіл,
яғни іске маңызы бар түпнұсқалы ақпараттар шоғырланған бөлме, ауланың бөлек бөлшектерін қарап тексеру. Қарап тексеру тәсілінен қарап тексеру әдістерін ажырата білген жөн. Қарап тексеру әдістеріне субъективтік және объективтік екі әдіске бөлінеді. Субъективтік әдіс тергеуші қылмыскер жүрген жолмен жүре тұрып қарайды, яғни таңдай отырып қарап тексеру. Ал объективтік әдіс бұл қылмыскердің жолына қарамастан оқиға орнын толығымен қаралады. Оқиға орнын қарап тексерудің қорытынды кезеңі төмендегідей әрекеттерді қамтиды. Яғни қарап тексеру хаттамасын, жоспар, сызба және сұлбаларды құрастыру. Қажет болғанда мәйіт саусақтарының көшірмесін алу және мәйітті мәйітханаға жіберу. Алынған объектілерді буып түйу. Қарап тексеруге қатысушылардың өтініштерін қарастыру және оларды шешу. Толықтылық және нәтижелілік көзқарасына қарай істелінген жұмысқа баға беру жатады. Қарап тексеруге қатысатын адамдар сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адамның назарын өз пікірлері бойынша істің мән жайларын анықтауға ықпал ететінінің барлығына аударуға құқылы. Қарап тексеру кезінде қажет болған жағдайларда қарап тексерілетін объектілерге өлшеу жүргізіліп, олардың жоспарлары мен схемалары жасалынады. Сондай-ақ суретке түсіру және өзге де құралдармен түсіріп алуға жүргізіледі. Бұл туралы хаттамада белгі жасалып, оған көрсетілген материалдар қоса тіркеледі. Оқиға орнын қарап тексеру нәтижелері әдетте тергеулік болжамдар жасау үшін қажетті ақпарат жинауға мүмкіндік беріп, тергеп тексерудің дұрыс бағытын анықтауда елеулі рөл атқарады. Тергеуші қарап тексеруге кірісе отырып, орын алған оқиға туралы нақты ой қалыптастыруды жетекке алады. Ондай ойлар ретінде әдетте типтік болжамдар жүреді. Осылайша, мәйіт табылған ақпаратқа қатысты тергеуші кісі өлтіру, өзін өзі өлтіру немесе абайсыздықта өлу оқиғасы орын алды деп жорамалдауы мүмкін. Ал дүкен есігінде бекіту құралдарының сындырылғандығы жайлы мәлімет түсу кезінде ұрлық жасалды деген немесе жасаған су әрекеті болғандығын болжайды. Қарап тексеру барысында дәлелдемелердің жиналуына қарай типтік болжамдар нақтыланып, болжамсыз қарап тексеру мақсатты тергеу әрекеті бола алмайтын сияқты. Іздер мен басқа да заттық дәлелдемелерді оқиға орнынан табу, бекіту және алу үшін тергеуші криминалистикалық техниканың әртүрлі құралдары мен тәсілдерін қолданады. Объектілерді ерекше жарық түсіру жағдайларында немесе көру қабілетін тікелей өзгерте отырып қарап тексеру, нақты іздерді айқындау қасиетімен көзге түсетін заттарды пайдалану, объектілерді әртүрлі оптикалық құралдар көмегімен қарап тексеру жатады. Іздер мен басқа да заттық дәлелдемелерді бекіту тәсілдеріне фотоға түсіру, іздерді өлшеу, оларды суреттеу, схемалық суреттемесін салу, көшірмесін алу, із қалған объектімен бірге алу және тағы басқаларын жатқызуға болады. Тергеушінің қарап тексеру кезінде қолданатын техникалық криминалистикалық құралдары әдетте арнайы жинақтарға енеді. Оперативтік және тергеулік чемодандар, кейде аталмыш жинақтар оқиға орнына бару үшін жабдықталған арнайы автокөліктер ішінде де болады. Оқиға болған жерді қарап тексеру нәтижелерін бекіту хаттама арқылы жүзеге асырылады. Қарап тексеру хаттамасы қарап тексеру нәтижелерін көрсететін негізгі процессуалдық құжат болып табылады. Оған қосымша ретінде объект жоспарлары, схемалар, фотокестелер тіркелуі мүмкін. Бұл туралы хаттамада белгі жасалынады. Заңға сәйкес оқиға орнынан, аула және бөлмелерден, сондай-ақ тінту барысында табылған заттар осы тергеу әрекеттерін жүргізу орнында қаралады. Қарап тексеру нәтижелері хаттамаға енгізіледі. Заттардың тергеулік қарап тексеруі олардың жағдайын, мақсатын, атауын және пайдалану ережелерін айқындау мақсатында жалпы түрін зерттеуден басталады. Осыдан кейін заттың жеке даралық белгілері, ақаулары мен ерекшеліктері, сондай-ақ нақтылы тұлғаныкі екеніне
сілтейтінділігі айқындалып жатады. Сонымен қатар заттың тергеп тексеру оқиғасымен байланысы және пайдалану жиілігі анықталады. Заттарды қарап тексеру олардың сараптамалық зерттеуін ауыстыра алмайды. Заттарды қарап тексеру барысында тергеуші кейін сараптамалық зерттеу белгілері болуы мүмкін іздер мен белгілерді табуға ерекше көңіл бөлген жөн, және заттармен жұмыс жасауда қолданылатын криминалистикалық ережелерді ескере отырып, олардың сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Құжаттармен расталған немесе олардың ішінде орын алған іс үшін маңызы бар жағдаяттар және деректерді анықтау мақсатында құжаттарды қарап тексеру әрекеті жүргізіледі. Сонымен қатар, осындай әрекеттер нәтижесінде құжаттарға заттық дәлелдеме мағынасын беретін белгілер айқындалады және бекітіледі. Құжатты қарап тексеру барысында тергеуші оның сыртқы түрі мен деректемесін, реквизит, кімде және қай жерде сақталғаны, сондай-ақ шығу тегін анықтайды. Құжат мазмұнын, нысанын, материалын және деректемесін, яғни мөр мен мөртамбан көшірмелері, қойылған қол және тағы басқаларын зерттеу арқылы тергеуші қолданыстағы құралдар көмегімен құжатты қарап тексеру кезінде оның дұрыстығы туралы мәселені шешеді. Жасандылық белгілерін анықтау үшін қарап тексерудің арнайы тәсілдері қолданылады. Әртүрлі жарық көздерін түсіру, үлкейткіш шыны және тағы басқалар. Қажет болған жағдайда қарап тексерудің тиімділігін арттыру мақсатында тергеуші маман көмегін пайдалана алады. Құжат толығымен жасанды немесе оның жартылай жасандылығына уландыру, тазарту, қосып жазу және тағы басқа да сілтейтін барлық белгілер тыңғылықты түрде қарап тексеру хаттамасында бекітіледі. Бірқатар қылмыстарды, оның ішінде мал ұрлығын тергеп тексеру барысында жануарларды қарап тексеру қажеттілігі туындауы мүмкін. Аталмыш қарап тексерудің мақсаты жануарларды теңдестіруге көмектесетін белгілерді айқындау. Жануарларды және олардың өліктерін қарап тексеру барысында оның түрі, тұқымы, түсі, жасы, нақтылы адамға немесе шаруашылыққа жататындығына көрсететін белгілер, яғни таңба, тұсау әдісі, мойын жібі, қарға, сондай-ақ қандай белгілер арқылы жануар теңдестірілетіні, мысалы жарақат іздері, айқындалуы қажет. Аталмыш белгілерді толық айқындау және қарап тексеру хаттамасында оларды дұрыс суреттеу мақсатында мұндай әрекетті өткізуге мал дәрігерін немесе зоотехникті қатыстырған жөн болады. Оқиға орнына жатпайтын бөлмелер мен аулаларды тергеулік қарап тексеру объектілер ретінде өндірістік, сауда, қойма және тұрғылықты бөлмелер, әртүрлі аулалар болуы мүмкін. Оларды қарап тексеру оқиға орнын қарап тексеру ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Аталмыш қарап тексерудің негізгі міндеттері бөлменің орналасуын, оның мақсатын, жұмыс жасау тәртібін айқындау. Аула немесе бөлмені сипаттайтын белгілерді зерттеу. Нақтылы орын туралы тұлғаның хабардар екендігін анықтау мақсатында жағдайдың егжей-тегжейін зерттеу. Көлік құралдарын қарап тексеру келесі мақсаттарда жүргізіледі. Автокөліктің жеке ерекшеліктерін анықтау үшін, басқа да көлік құралдары және адаммен өзара әрекеттесу іздерін табу үшін, жәбірленуші және көлік құралдарын жүргізген тұлғалар қалдырған іздерді табу үшін, автокөліктің техникалық жағдайын анықтау үшін, оқиға орнының өсімдік беткейінің және жер қыртысы қабатының бөлшектерін табу үшін. Көлік құралын қарап тексеруге маман криминалист, маман автотехник, ал кейбір жағдайларда қарап тексеруге автокөлікті жүргізген адамды қатыстырған дұрыс болады. Дәрісіміздің үшінші мәйітті қарап тексеру ерекшеліктері атты сұрағын қарастыруға көшейік. Адам мәйіті табылған орында сыртынан қарап тексеру, оқиға орнын қарап тексеру барысында жүргізілуі мүмкін. Жағымсыз жағдайларда, мысалы, ауа райына байланысты, мәйіт мәйітхана ішінде қаралуы мүмкін. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 222 бабына сәйкес, адам мәйітін ол табылған жерде
сыртынан қарап тексерудің жалпы ережелерін сақтай отырып, және сот медицинасы саласындағы маман дәрігердің, ал оның қатысуы мүмкін болмаған жағдайда, өзге дәрігердің міндетті түрде қатысуымен жүргізіледі. Мәйітті тексеру үшін басқа да мамандар тартылуы мүмкін. Мәйітті қарап тексерудің жұмыстық кезеңін шартты түрде жалпы және егжей-тегжейлі екі сатыға бөлуге болады. Мәйітті қарап тексерудің жалпы сатысында келесі мәселелер шешілуі тиіс. Мәйіт қалпы және оның оқиға орнында орналасуы. Мәйітті жалпы қарап тексеруден өткізу, оның табылған жерін бекітуден басталады. Мәйіт қалпын, жағдайын және жалпы түрін, яғни оның мүшелерінің өзара орналасуын анықтау қажет. Мәйіт жағдайы мен қалпы қылмыс механизмі жайлы болжам құруға мүмкіндік береді. Мәйіттің орналасуы жанында қозғалмастан тұрған объектілерге қатысты суреттеледі, яғни кіреберіс, терезелер, қабырға, темір жол, ағаш және тағы басқалар. Мәйітті оқиға орнында қозғалтуына алдымен мәйіттік таңбалар сипаты мен олардың орналасуы итермелейді. Бақылаулар мен тәжірибелерге сәйкес, мәйіттік таңбалар дененің әр жерлерінде өлгеннен кейін алғашқы 6 және 8 сағат аралығында пайда болып жоғалуы ықтимал. 10-12 сағат өткеннен кейін мәйіттік таңбалар жоғалмайды, тек шамамен ығысуы мүмкін. Ал бірінші тәуліктің соңына қарай бұл таңбалар өз орналасуын өзгертпейді. Мәйіт қан тамырларын жаншу нәтижесінде оның денесінде бозарған таңба немесе бедерлі іздер түрінде бейнеліп қалады. Сондықтан да мәйіттің мұндай учаскелерінде мәйіттік таңбалар болмайды. Ескеретін бір жай, мәйіт терісіндегі мұндай кескіндерді қалтасындағы заттар, мысалы портсигар, кілттер және тағы басқалар қалдыруы мүмкін. Сонымен бірге мәйіт төсегін, яғни ол жатқан жер немесе заттың үстін мұқият қарап, олардың терідегі кескіндермен салыстырған жөн. Егер де төсекте табылған заттар формасы мен мәйіттегі іздердің кескіні арасында айырмашылық болса, онда ол мәйіттің орнына қозғалғандығы туралы ойға итермелейді. Мәйіт үстіндегі киім-кешектің сыртқы түрі қылмыс механизмінің анықтауда өз көмегін көрсетеді. Зорлау кейіннен өлімге душар ету істері бойынша жәбірленуші үстіндегі киім-кешектің сыртқы түрінің елеулі дәлелдемелік маңыздылығы бар екендігі бәрімізге мәлім. Осылайша, өзін-өзі өлтіру істер бойынша мәйіт киімінің қалпы өзіне қол салу тәсіліне сәйкес болуы қажет. Мәйіт үстінде табылған өлтіру қаруы құралы тікелей оның үстінде болғанда ғана қаралады. Мысалы, мойындағы тұзақ. Өлімге душар еткен құрал механикалық түрде мәйітпен жалғанып тұрса, мәйіт мойындағы жіп, кеудеде де арқадағы қанжар немесе тағы басқа, онда ол құралдың қалпы мен орналасуын өзгертпеу мақсатында шешіндіріп, киімді қарап тексергенге дейін қарап тексеруден өткізіледі. Дене жарақаттарының жалпы сипаты олардың дененің көрінетін жерлерінде шоғырлануы. Мәйіт денесі мақсатқа сәйкес ретпен мүше-мүше бойынша қаралады. Басынан аяғына дейін. Жынысы, жасы, бойы, шаштың түсі, өлгеннің көз жанары, жарақаттар мен мәйіттік құбылыстардың шоғырлану деңгейі мен сипаты, олардың пайда болуы, мәйіттің сот медициналық сараптамасы көмегімен анықталады. Тіс аппаратының жағдайы, бөлінділердің болуы айқындалады. Сәйкестіру мақсатында денедегі және киімдегі жарақаттарды салыстырған жөн. Ал мәйітті қарап тексерудің егжей-тегжейлі сатысында келесі мәселелер шешілуі тиіс. Яғни, мәйіт төсегі, яғни ложы, мәйіттің астында орналасқан беткей, мәйіт үстіндегі киім, одан табылған заттар, мәйіт денесі және оның үстіндегі жарақаттар. Егжей-тегжейлі қарап тексеру аяқталғаннан кейін, жеке басы анықталмаған жәбірленуші мәйітінің саусақ бедерінің көшірмесі міндетті түрде алынады. Және мәйіттің бет пішіні өмірлік түрге келтірілген соң, сигналитикалық фото ережелер арқылы суретке түсіріледі. Көшірме алу және бет пішінді өмірлік түрге келтіру әдетте мәйітханада жасалынады.
Жерленгеннен кейін қайта қарап тексеру немесе қайталама сот медициналық сараптама жүргізу қажеттілігі туындағанда, тергеушінің арнайы қаулысымен эксгумация, яғни адамның мәйітін жерленген жерінен қазып алу әрекеті жасалынады. Мәйітті жерленген жерінен қазып алу тергеуші сот медицина маманы қатысуымен жүргізіледі. Аталмыш тергеу әрекеті барысында алдымен жерленген орынның жалпы түрі бекітіліп, содан соң табыт, ондағы мәйіт және оның киімі қарап тексеруден өткізіледі. Табылғанның барлығы эксгумация және мәйітті қарап тексеру хаттамасында суреттеліп жазылады. Хаттамада эксгумациядан өткен мәйіттің бұрын адам кезіндегі жеке басы туралы мағлұмат беретін жағдайлар көрсетілуі қажет. Дәрісіміздің төртінші, яғни куәландырудың түсінігі және мәні атты сұрағын қарастыруға көшейік. Адам денесіндегі ерекше белгілерді, қылмыстық құқық бұзушылық іздерін, денсаулыққа келтірілген зиянның белгілерін табу, мас болу жағдайын немесе іс үшін маңызы бар өзге де қасиеттер мен белгілерді анықтау үшін, егер бұл үшін сараптама жүргізу талап етілмесе, күдіктіге, жәбірленушіге, куәға, арыз иесіне және арыз иесі қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам ретінде тікелей көрсеткен адамға куәландыру жүргізілуі мүмкін. Сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын адам куәландыру жүргізу туралы қаулы шығарады. Ол күдікті, айыпталушы үшін, сондай-ақ арыз иесі қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам ретінде тікелей көрсеткен адам үшін міндетті болып табылады. Куәландыру ол куәландырылатын адамның тергеп тексеру оқиғасымен байланыста болғандығын көрсететін ерекше белгілерді және адам денесінен қылмыс іздерін айқындау мақсатында жүргізілетін тергеулік қарап тексерудің ерекше түрі. Тергеулік және сот медициналық куәландыруларды бір-бірінен ажырата білу керек. Кейінгісі сот медициналық сараптаманың бір түрі болып саналады және ол келтірілген жарақат мерзімі, себебі, оның ауырлық деңгейі туралы мәселені шешу мақсатында сот медицина саласындағы маманмен жүргізіледі. Ал тергеулік куәландыру барысында келесі мәселелер шешіледі. Куәландырылатын адам денесінде ерекше белгілер бар ма, қандай белгілер және қай жерінде орналасқан? Куәландырылатын адам денесіндегі қандай да бір жарақаттар бар ма, қай жерінде? Куәландырылатын адам денесінде немесе киімінде оқиға орнындағы жер қыртысынан қалдықтар бар ма? Және соңғы мәселе бұл куәландырылатын адам денесінде немесе киімінде оның мамандығына итермелейтін белгілер бар ма деген мәселелер шешіледі. Аталмыш тергеулік әрекет тергеушінің қаулысы бойынша жүргізіледі. Куәландыру әрекеті киімді қарап тексерумен қоса жүргізілуі мүмкін. Алдымен киіммен жабылмаған дене мүшелері, осыдан кейін киім, содан соң дененің басқа да жерлері қарап тексерілуі қажет. Куәландырылатын адам үстіндегі киім заттарды қарап тексеру ережесіне сәйкес жүргізіледі. Егер куәландыруда адамның денесі жалаңаштандырылатын болса, онда куәландырылатын адаммен бір жынысты тергеуші жүргізуі қажет. Аталған жағдайларда куәландыруды сот медицинасы саласындағы маман немесе дәрігер жүргізуі мүмкін. Дәрісімізді қорытындылай келе, оқиға орнын қарап тексеру және куәландыру тергеу әрекеттері көптеген қылмыстық істер бойынша алғашқы тергеу әрекеті және сотқа дейінгі тергеп тексерудің бағытын, қылмыс механизмін және қылмыскердің жеке басын анықтауда маңызды роль атқаратынына көз жеткіздік. Тақырып бойынша ұсынылатын әдебиеттер ретінде Астана Фолиант баспасында шыққан Шакеновтың криминалистика оқулығы, Жакишевтің Алматыда 97 жылы шыққан криминалистика тактика оқулығы және Нургалиевтің Болашақ баспа басылымында шыққан криминалистика оқулығы ұсынылады. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.